Таңғы асқа өте тез әрі осындай дәмді, жұмсақ пышный болып шығатын оладушкилар бірге жасайтын боламыз. Менімен бірге жасап көріңіздер. Қараңыздар қандай жұмсақ, әдемі болып шыққан, іштегі қамырлары полный піскен, шикі болып қалмаған. Онда бастадық. Менімен бірге жасап көріңіздер. Парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен бөлме температурасында тұрған айранымызға немесе кефирімізді ыдысымызға құйып аламыз. Жұмыртқамызды жарып аламыз. Бізге бір жұмыртқаның өзі жеткілікті. Енді қантымызды саламыз. Мен 4-5 қасық салдым. Сіздер өздеріңіздің дәмдеріңізге қарай ұнатқанша тәтті болсын десеңіз, одан да көп салсаңыздар болады. Енді бізге венчик керек болады. Венчиктің көмегімен жақсылап қантымыз ерігенге дейін, біркелкі болғанға дейін араластырып аламыз. Ұнымызды саламыз. Бізде осындай кішкене қоюлау қамыр болады. Қазірге көрсетіп өтемін. Жақсылап араластырыңыздар, осындай комок болып қалмасын. Бізде осындай тестасы осылай қою болады. Жақсылап араластырып алдық. Енді 2-3 қасық пісте май құямыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Басында біздің майымыз қамырға сіңбей, қамыр мен май бөлек-бөлек болып қалады. Көріп тұрғандарыңыздай, соны жақсылап араластырып алуларыңыз қажет. Және де қазір пищевой сода, яғни ас содасын саламыз. Ас содасын салғаннан соң біздің қамырымыз кішкене көбіріп, өзі сұйықтау болып қалады, көресіздер. Жақсылап араластырып алдық. Міне май мен қамыр жақсылап араласып кетті. Міне кішкене көбіріп жатыр. Уже ас содасын салғаннан кейін енді жақсылап қыздыртып аламыз. Табамызды газге қойып, кішкене май құйып жібереміз де бір ас қасықтан салып шығамыз оладушкилерімізді. Оладушкиді салғаннан кейін уже қуырыла бастаған кезінде астына жай қып қоясыздар да, крышкасын жауып, іші полный піссін десеңіздер, крышкасын жауып қоясыздар, астын жай етіп, жай отпен. Сонда сіздердің оладушкилеріңіз өте пышный және де іштері полный толықтай пісіп шығатын болады. Крышкасын жауып қоясыздар, 1-2 минутта уже осылай ысып, әдемі көтеріліп шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сосын екінші жағына аударып пісіріп аламыз. Бұл жерде кішкене қарайып қалыпты. Негізі шілей бұлай қарайтпасаңыздар да болады. Тез пісіп қалады, сондықтан тез қызарып кетеді, байқаңыздар. Осындай керемет болып көтеріліп шығады. Тағы да крышкасын жауып қоясыздар. Қатты май болмайды, майын шілей қатты өзіне сіңіп алмайды. Салфетка қағазға қойып қойыңыздар, немесе майлы болып кетеді десеңіздер. Бірақ дәмі мощный болып шығады. Вареньялармен, сармай, сгущенка, шоколад, қаймақтармен өте керемет кетеді. Қалғандарын да осылай бір қасықтан салып, қатты бір-біріне жақын қоймай, осылай екі жағын қызартырып, крышкасын жауып, міндетті түрде пісіріп аламыз. Жасап көріңіздер. Балдарыңызға әсіресе керемет ұнайды. Қақалып, шашалып та қалмайды, қорықпайсыздар, жұмсақ. Өте дәмді болып шығады, және де берекелді болып шығады. Қараңыздар, 2-3 жесеңіздер тоясыздар. Өздеріңіз қалағанда етіп, сәндеп аласыздар. Мен осылай бетіне шие қойып шықтым. Және де жалбыз мята жапырақтарын қойсаңыздар, әдемі көрінеді. Таңғы асқа осындай идея сіздерге. Бетіне сахарный пудра сеуіп жіберіңіздер. Өте керемет көрініс болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Таңғы астарыңыз өте дәмді болады. Сахарный пудрамен де түрі өте өзгеше керемет болып шыққан. Қараңыздар, осындай жұмсақ әдемі болып шығады. Вареньялармен өте керемет кетеді. Ас болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Парақшамда тағы да көп деген рецептілер бар. Жасап көріңіздер. Парақшама тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер.